Шаңырақ оқырмандарына кезекті түсірілім Қызылорда қаласы Сәулет районынан 8 бөлмелі коттедж үй көрмекшіміз. Коттедж үй 2000 жылғы, аумағы 8 соттық. Қоспа стройкадан есік алдында сарайы, гаражы, времянкасы және де тауық қорасы бар. Есік алдында шағын бау-бақша егетін орны бар және де алма, жүзім, алмұрт сынды жеміс ағаштары бар. Бұл үйдің времянкасы толықтай күйделген қыштан салынған. Есік алды толықтай стяжленген және де брусчаткаланған. Бұл үйдің банясы және екі сарай, ар жағында тауық қорасының көрінісі. Үйдің қабырғалары толықтай бетоннан құйылған және оны силикат қышпен қапталған. Бұл үйдің тапчанының көрінісі, ал арғы жағында үйдің топкасы орналасқан. Үйдің фундаменті өте биік, оны осы үй астындағы подвалдан кіріп байқап көруге болады. Жалпы үйдің фундамент биіктігі 2 метрге жуықтайды. Үй астындағы осы бөлікті қойма ретінде қолданса болады. Ал бұл үйдің шағын гаражы. Бұл үйдің кіреберісі кең, мұнда киім ілетін орны, еден кафелденген, жоғары жағы натюрный потолок, есігі екі есікті, темір және ағаш есікті. Бұл үйдің холлы, осы холлдан бөлмелер тарайды. Жалпы бірінші қабатта бір жатын бөлме, бір қонақ бөлме және ас бөлмесінен тұрады. Бұл үйдің қонақ бөлмесі, жоғары жағы натюрный потолок, еден линолеум, қабырғалары эмульсия. Бұл үйдің бірінші жатын бөлмесі. Жатын бөлмелері кең, әрі жарық, қабырғалары обойланған. Ал кіреберістен оңға қарай бұрылатын болсақ, бұл бізде үйдің ас бөлмесі. Ас бөлмесі жарық әрі кең. Мұнда ас ішуге арналған стол орналасқан. Байқағандарыңыздай, үй жөндеу жұмысын қажет етеді. Ал мұнда үйдің жуыну бөлмесі мен әжетханасы бөлек-бөлек орналасқан. Бұл үйдің жуыну бөлмесі толықтай кафелденген. Үйдің әжетханасы. Осы баспалдағы арқылы екінші қабатқа көтерілсеңіз, 4 жатын бөлме, 1 қонақ бөлмесі орналасқан. Қонақ бөлмесіне кіріп көретін болсақ, қонақ бөлмесі кең, қабырғалары обой, жоғары жағы натюрный потолок. Осы дәлізден қалған жатын бөлмелері таралады. Бұл үйдің екінші жатын бөлмесі. Бұл жақта да қабырғалары обой, жоғары жағы натюрный потолок, едені линолеум. Бұл үйдің үшінші жатын бөлмесі, балалар бөлмесі.
Ал мұнда 4-ші жатын бөлмесі. Бұл да балалар бөлмесі. Ал мына есік бұл 5-ші жатын бөлмесі. Толық ақпарат бойынша көрсетілген нөмірге хабарласып біле аласыздар.